Өмірден сүрінген ата. Ауыл шетіндегі ескі қоңыр үйде жалғыз тұратын ақсақалды жұрт сүрінген ата атап кеткен. Негізі, есімі Сейітжан 90-ға таяп қалғанымен кейде таяғына сүйеніп, ауыл шетіндегі қыр басына барып, ұзақ отыратын әдеті бар. Сол кезде оның жүзінен бір өкініштің табын, көзінен тұншығып тұрған мұңды көруге болады. Ауыл адамдарына ол жай ғана жалғыз қарт. Балалары болса да қасына келіп кетпейді. Немерелері бар, бірақ олар оны танымайды да. Бір кездері бұл ата елге сыйлы ұстаз болған. Мектеп директор қызметін атқарған. Өзіне сенімді, беделді, қатаң тәртіпті ұстаған. Балаларын да сол темірдей тәртіппен тәрбиелеген. Бірақ қаттылық жүректі жылтама. Балалары ержеткен соң, әрқайсысы қалаға кетіп өз тіршілігіне кіріскен. Үлкен ұлы бір күні: «Әке, сізге қалада үй тауып берем, бізбен бірге болыңыз» деген. Сейітжан ата басын шайқаған. «Мен ауылдан кете алмаймын. Шешеңнің қабірі осында. Кетсем, рухын жылатам» деді. Сол кеткен балалары қайта айналып соқпады. Бір-екі рет қоңырау шалып тұрғаны болмаса, бұл үйге ат ізін салған емес. Ауылдың балалары оны мазақ етіп кейде терезесіне тас лақтырып сүрінген ата деп күлгенде, ол үнсіз қалатын. Өйткені оның сүрінген жері жүрек еді. Өмірінде ең қатты өкінгені балаларына жылу бере алмағаны. Бар болғаны жақсы әке болуға тырысқаны. Бірақ тәртіппен талап мейірімнің орнын баса алмапты. Күндердің күнінде ауылға жедел жәрдем келді. Көршілердің айтуынша ата қыр басында құлап түсіпті. Ауруханаға алып кетіп бара жатты. Сол сәтте ауыл бір сәтке тынғандай болды. Арада 3 күн өтті. Ауылдағы мешіттің жанынан жаназа шықты. Сейітжан атаны соңғы сапарға шығарып салуға бүкіл ауыл жиналды. Бірақ балалары көрінбеді. Бірде-бірі келген жоқ. Қарттың үйін босатқанда ескі сандықтан бір дәптер табылды. Онда былай деп жазылыпты: «Балаларым, кешіріңдер. Мен қаттырақ болдым. Тек жақсы болсын деп армандадым. Сендерді сүйгенім сонша өзімді жоғалтып алдым. Күніге сендерді сағынып отырам. Бір рет келіп ата, амансың ба деген сөздің өзін аңсап кеттім». Дәптердің соңғы бетінде қара сиямен былай деп жазылыпты: «Өмірден сүрінбедім, тек жүректен сүріндім. Мен үшін ең үлкен жеңіліс сендерді жоғалту болды». Соңы